Ал енді, құрметті оқушылар, жарықтың шағылу тақырыбына байланысты мынандай бір қызықты ойын ойнаймыз. Кім шығады екен? Ал Аяна келе ғой. Енді бұл ойынды білесіңдер, үнемі сабақта ойнап жүрміз. Айнада не көруге болады? Өз бейнемізді. Тамаша. Келесі, Әрсен шығар ғой. Жарықтың шағылуы деген не? Ол не екен? Жарық шағылады. Жарық бетке түсіп, кері қайтуы. Басып көрейін, дұрыс болса, не болады? Жоқ алады екен. Жақсы, Еркеназ. Жарық қандай беттерден жақсы шағылады? Тегіс жылтыр беттерден. Тамаша. Отыра ғой, тағы. Бекзат, келе ғой. Жарықтың шағылуы күнделікті өмірде қайда кездеседі? Айна тіс дәрігері, лор дәрігері қолданады. Автокөліктердің айнасы, перископ, телескоп күннен қорғайтын көзілдірік. Дұрыс па? Тамаша. Келесі, Кәусар. Кәусардан белгілі. Жарық шағылысатын заттар қатарын тан. Жауабы айна, су беті, әйнек. Тамаша.